Қайырлы күн, пайдалы арна каналының қымбатты көрермендері. Бүгін сіздерге ИП-ны жабуға заявление бергеннен кейін ИП-ның жабылғандығы немесе жабылмағандығын қалай білуге болады, сол туралы сөйлесеміз. Бірінші нұсқасы ИП-ның жабылғандығын салық комитетіне звондап, иініңізді айту арқылы білуге болады. Екінші нұсқасы салық кабинетіне кіргеннен кейін үстіңгі жағында, егерде сіздің ат жөніңіздің жанында физическое лицо деп жазылып тұрса, демек ИП жабылды деген сөз. Индивидуальный предприниматель деп тұратын болса, ИП жабылмады деген сөз. Үшінші нұсқасы, біз сервисі дегенге кіреміз. Осы жерде регистрационные данные дегенді басамыз. Және датаны обновить ету керек. Мысалға, мына жерде 31-ші қаңтармен тұрып қалған, Проверить статус запроса деп бірнеше рет басамыз. Міне, 5-ші наурызға ауысты. Енді осы жерден 9-ші пунктқа өтеміз. 9-ші пунктта бізде ИП-ның жабылғандығы туралы осы жерде мәлімет берілген. Яғни сіздің ИП-ңыз жабылды деген сөз. Мына жерде ИП-ның ашылған күні, мына жерде ИП-ның жабылған күні 23-ші ақпан айында жабылған. Және соңғы нұсқасы бар. Ол үшін біз kgdkov.kz деген сайтқа кіреміз. Осы жерде бірінші бетінде поиск налогоплательщика деген бар, соны басамыз. Осы ашылған жерде индивидуальный предприниматели деген вкладкадан иін тұрған жерге жаңағы ИП-мыздың иінін жазамыз. Және я не робот деген жерге галочка қойып, белгіле деген нәрсесін белгілейміз. Мысалы, мына жерде велосипед сұрап тұр. Поискті басамыз. Поисктің результаты шықты. Міне ИП осы жерде барлық дерегі жазылған. Регистрацияға тұрған күні және регистрациядан алынған күні. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, достар.